Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Тау ешкілер 26 жылдың сәуір айы қандай болады екен? Жалпы ай энергиясы, жұмыс және қаржы мәселесі қалай болады екен? Қарым-қатынас қандай кедергілер болуы мүмкін? Даму бағыты қандай? Және де кеңес картасын қарайық. Кеттік. 26 жылдың сәуір айы қандай болады екен? Тау ешкілер, сәуір айында сіз ойланатын бір кезең болады. Өзіңізбен өзіңіз болып, бір түйінді жасап ойланғыңыз келеді. Бұл дегенің ешкім сізді жекелемейді, ешкім сізді бір жерден қуып шықпайды. Сіз өзіңіз бір болады ғой, жан дүниеңмен сырласып, өзіңмен өзің болып ойланғың келетін кезең. Бұл өзіңіздің таңдауыңыз. Ары қарай кеттік. Жұмыс және де қаржы мәселесі. Тау ешкілер. Жұмыс пен қаржы мәселесі қалай болады екен? Әрине, тау ешкілер. Сіз үнемінде ақша жағынан жауапкершілікпен қарайсыз. Немесе біреуге көмектесесіз. Немесе жалпылай сіздің жұмысыңыз жауапкершілікке ие жұмыс. Ақша сізге келеді. Бірақ бұл аспаннан топ ете түсетін ақша емес. Бұл сіздің еңбегіңізбен келген ақша. Өзіңіз ақшалай мәселеңіз қалыпты болады десе болады. Не болмаса біреуге көмектесесіз, не болмаса біреу сізге қаржы жағынан көмектеседі. Ары қарай кеттік. Қарым-қатынас. Қарым-қатынас жағынан өте керемет карта түсіп тұр. Толыққанды береке, толыққанды қанағат, көңілім тоятындай күйдемін десе болады. Менде бәрі жақсы. Қарным тоқ, көңілім көк деген сияқты картаның мағынасы солай. Егер де сізде отбасы болса, демек жақсы кезең отбасыңызда. Осы ай жақсы өтеді. Егер сіз жалпы қарым-қатынаста болсаңыздар, демек сізде жайлы бір кезең болады. Толыққанды бір-бірлеріңізді түсінетіндей, толыққанды бір-бірлеріңізге бір мейірім беретіндей, сондай ай болады. Ары қарай кеттік. Қандай кедергілер болуы мүмкін, тау ешкілер? Қандай кедергілер болуы мүмкін? Кедергілер болуы мүмкін, мысалға, сіз біреуге ақша бердіңіз, мысал үшін. Сол ақшаны сәуірдің 5 күні маған қайтару керек деп ойлап жүрсіз. Бірақ өкінішке орай уақытылы қайтармайды. Не болмаса сіз бір жұмысты жасап отырсыз, соның нәтижесінде бір вознаграждение дейміз ғой, соны күтесіз. Бірақ ол вознаграждение сіз жоспарланғандай сомада келмейді. Сондай бір кедергі болуы мүмкін. В общем, финанс жағынан бір жоспарлар құрған кезде байқап құрыңыз, бір кішкене страховка, өзіңізді кішкене страховать етіп, қазақша қалай айтсам болады. Жарайды, содан кейін есіме түскенде сонда айтамын. Даму бағыты. Қалай даму керек? Не істеу керек даму үшін деген сияқты ғой. Так, даму үшін тау ешкілер. Жұмыс жасау керек. Жауапкершілікті арттыру керек. Даму үшін бұл күнделікті жұмыс. Қандай ауыр болмасын, қандай енді арасында жалығып кетсеңіз де, біркелкі жұмыс болса да, бірақ даму бұл үлкен еңбек. Тек қана еңбек арқылы. Тау ешкілер еңбектің не екенін біледі. Сол еңбекпен келеді ғой сізге жаным-ау бәрі. Тау ешкі. Ары қарай кеттік. Кеңес картасы. Тау ешкілер арасында, мысал үшін, ештеңке қызықтырмайтын, жалығатын кезеңдер болады. Қош жалықтым, істегім келмейді, жалқаулық мүмкін, қызығушылықтың жоқтылығы деген сияқты, сондай күйлерден сақ болыңыз. Кішкене жалқаулық немесе бір шашау күйі болса, онда оған жол бермеңіз. Карта кеңес солай айтады. Содан кейін жалпы енді тағы да бір кеңес картасын шығарайыншы. Итог, нәтиже карта дейікші. Күшті карта шықса екен. Табыс, жақсы хабар, жақсы табыс, ақша жағынан жақсы хабар, жалпы берекелік, көңілді, керемет бір хабар болады. Сонымен тау ешкілер, енді сәуір айы міне осылай болады. Сәл-пәл кішкене жалғыз болғыңыз келеді. Бір жауапкершілігі бар бір әрекеттер жасайсыз, көңіліңіз тоқ болады.
Ақша жағынан кішкене сақ болыңыз жоспарларыңызды. Содан кейін еңбек етесіз, әрекетте боласыз, және де жалқаулықпен сондай дүниелерге жол бермеңіз. Және де жақсы хабар. Сонымен достар, расклад ұнаса лайк басып отырыңыздар. Жеке расклад керек болса, видеоның астында мен WhatsApp номерімді қалдырып қоямын. Жақсы, сау болыңыздар.